бүгін сіз оқуыңызды аяқтап, сәтті бүгін сертификатыңызды алып тұрсыз. Негізінде сіз енеңізді емдету үшін келдіңіз, сіздің енеңізде пищеводтан онкология болған, одан операция ота жасалынған, омештің кәдімгі 10-15 сантиметр жері алынған, асқазанның жоғары деп айтып тұр ғой. Одан кейін ол кісінің лимфасында, мен білсем, лимфасында метастаз болды. Енді лимфадағы, мойындағы лимфада болып тұр, оны дәрігерлер алып бермейміз, сіздің өміріңізге қауіпті үлкен тамырдың үстінде деп айтып тұр. Сол сіздің енеңіздің айтуы бойынша айтып жатырмын. Енді бізден ем алғалы қазір 10 күн болды бізде. Келгендегі күннен қазіргі айырмашылығы қаншалықты айтып беріңізші? Қазіргі айырмашылық, қазір өзімді өте қатты жақсы сезінуде. Біріншіден, екінші, всегда қолдары үйіп жететін еді ғой. Қақсап, қақсап ауыратын еді. Қазір барлығы жақсарып кетті. Еще дауысы жоқ еді. Дауысы жақсы. Дауысы жоқ еді, дауысы қазір қуатты дауысы бар кәдімгідей. Содан кейін бірінші келген кезінде біз балаға жасаған сияқты тек қана жылу беріп, жай 2-3 күн біз тек қана қуатын көтердік. Ал қазіргі кезде өзің үйренгеннен кейін екеуміз бірге басып жасап жатырмыз ғой. Қазір салмақты салып жатырмыз. Сонда салмақты да көтеріп алып тұр. Ол дегеніңіз ол кісінің жақсарғанының белгісі. Яғни осы нүктелі массаждың 10 күннің ішіндегі кәдімгідей өзгерістерінің белгісі. Енді сіз әрі қарай тоқтатпай жасайсыз. Оқудан үйренгеніңіз бойынша негізі онкология 3 ай мен 6 айдың арасында қуатын жинату қажет. Ол қуатты жинату дегеніміз, ол алған сайын қуаты көтеріледі. Қуаты, иммунитеті көтерілген адамда метастаз тарамайды. Ол жөнінде сабақта айтылып отыр. Енді сіз сабақ жөнінде айтып беріңізші, сіз группа бойы үйрендіңіз ба, жеке үйрендіңіз? Жеке үйрендім. Жеке үйрендіңіз.